Анда uşağımız Aliye Mudabov атындағы халықаралық әуежайға келіп қонды. Ата! Айналайындар, жеттіңдер ме? Айбар бұлттарды тәтті мақтаға ұқсайды деп жегісі келді. Иә, ата, біз Айым екеуміз аппақ бұлттарды көрдік. Айналайын, бәрекелді. Иә, келді, күтіп алдым. Ата-аналарың қоңырау соғып сендерді жетті ме деп сұрап жатыр. Міне әуежайдамыз екеуі көңілді. Ата, қайда барамыз? Алдымен үйге барып әжелеріңнің ыстық бауырсағын жеп, шай ішейік. Одан соң қаланы аралаймыз. Алақай! Ал қарақтарым, сан мыңдаған батырлар елін аралайық. Мен сендерге қаланы көрсетейін. Керемет! Әдемі көбелектер, қоңыздар. Ата, қандай қызық орынға алып келдіңіз? Бұл Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейі. Мұнда өңірдегі ежелгі дәуірде мекендеген аңдар, құстар, бүгінде мекендейтін жан-жануарлар макеті бар. Мәссаған, қасқырдың түсін қара. Ой, бөкенді қарашы, көзі қандай мөлдір, әдемі. Мұнда бірнеше зал бар. Қазақ хандығы залы, этнография, тұлға залы және тәуелсіздік жолымен атты ізденушілерге арналған бөлімдер жетерлік. Халқымыздың ғана емес, барша ғаламның тарихы бар десек болады. Мынау алтын адам ғой. Иә қызым, ол осы өңірде табылған алтын адам. Мен бұл шапанды білетін сияқтымын. Қазір. Иә, бұл Димаштың әлемінің түкпір-түкпірінде өнер көрсетіп, дайдида әнін айтқанда киген сахналық киімі. Мәссаған, шынайы ма? Әрине, ұлтымыздың атын, халқымыздың әнін асқақтатқанда киген ұлттық стильдегі шапаны осы. Ата, сіз көрікті саябаққа апарам деп едіңіз. Ата, менің балмұздақ жегім келеді. Жүріңдер қарақтарым. Кеттік. О? Айпар, жүкті жібер, қатты тартпа. Балам, құлап қалма. Жіпті аздап жіберіп отыр. Ата, батпырау құшып кетті. Әне, айттым ғой. Ол қашықтап барады. Мүмкін төмендегенде жібінен ұстап алармыз. Ата, батпырауымды ұстап беріңші. Ол тым алысқа кетіп қалса, қорқады ғой. Жүріңдер, асығайық. Қане. Ата, мұнда да үлкен саябақ бар ғой? Бұл орталық саябақ. Қандай ғажап. Алып карусель, қараңызшы, алып карусель. Мүнгім келеді. Айналайын. Ол карусельден Ақтөбенің барлық көрікті жерін көруге болады. Алақай! Үлкен мешіт көріп тұрмын. Бұл Нұрғасыр мешіті. Қаламыздағы ең үлкен мешіттердің бірі. Қала көркі, рухани орны. Ата, анау қарсыдағы биік үйлер ше? Ол Ақтөбе ажары деп аталады. Ол жерде тұрғын үйлер, сауда орындары және ең үлкен кітапхана бар. Кітапханадан бар іздеген біліміңді, керегіңді табасың. Менің батпырауығым. Айбар, ол да сені іздеп жүр. О, Алақай, менің батпырауығым. Ата, рахмет. Батпырауыңды қатты жақсы көреді екенсің. Өскенде ұшқыш боламысың? Мен де өскенде футболшы болам. Бәрекелді. Ақтөбе футболдың отаны. Мұнда бәрі футбол тамашалайды. Жүріңдер, олай болса саған стадионды көрсетейін. Өскенде сол стадионда өнер көрсетерсің. Айым, алып топты көрдің бе? Қандай ғажап. Бұл Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион. Ақтөбе футбол клубы Қазақстанның 5 дүркін чемпионы. Мұнда талай аңыз ойыншылар өнер көрсеткен. Нағыз жанкүйерлер 13-ші секторда отырады. Олар ойыншыларға қолдау білдіріп, шабыт сыйлайды.
Ой. Ой. Балалар, үлкен субұрқақ көргілерің келе ме? Иә, ата, иә. Онда мен сендерді табиғи субұрқаққа апарайын. Жүріңдер. Ана жақта қандай ғимарат? Оң жақтарыңда шығармашылық академиясы. Түрлі бағытта сендер секілді оқушыларды өнерге баулайды. Саяхатқа шығатын көлігіміз оталды. Ақтөбеде тұратын жақсы көрем атамды. Аралаймыз қаланы, Ақтөбеміз әдемі. Қол бұлғап ән салады, жұбановтар әлемі. Кел қыдырып қалаға, тамашала даласын. Табиғатқа қарады, сүйсініп жұт ауасын. Атасының баласы, қосылып ән айтайық. Табиғаттың даласын, тамашалап қайтайық. Атасының баласы, қосылып ән айтайық. Табиғаттың даласын, тамашалап қайтайық. Ата, бұл сарқырама ғой. Қарақтарым, айналайын. Бұл қасқыр сарқырамасы. Қасқыр сарқырамасы? Мұнда қасқыр бар ма? Я, ау! Қазір қасқыр келеді. Қасқыр сені іздеп жүр, Айбар. Ау! Қорықпа, құлыншағым. Бұл жер неге қасқыр сарқырамасы деп аталғанын айтып берейін. Жарай ма? Ана жаққа барайықшы. Аяғыда бір қасқырдың бөлтіріктері осы тұстан көктем кезінде өзенмен ағып кеткен деседі. Содан бері қасқыр жартастың басына шығып, үнемі бөлтіріктерін іздеп олайды екен. Оның даусы айналадағы бар ауылға жетіп, тіпті алыс жақын маңдағы жолаушылардың өзі естиді. Аңыз кең тарап, әлі күнге дейін сол дауысты еститін адамдар бар екен. Содан бері бұл сарқырама қасқыр сарқырамасы деп аталады. Бұл сарқырамаға туристер, жиһанкездер мен шетелдік қонақтар көп келеді. Ата, тағы қандай көрікті жерлер бар? Табиғаттың ғажабына көз тояма. Ақтөбе өңірінде Ақтолағай үстірті, Ақбота Сәңкібай, Доңызтау биігі, Мұғалжар таулары мен көптеген өзен көлдері бар. Мен сендерге бұл мекендердің бәрін жаз бойы аралатып, таныстырып шығам. Алақай, жазғы демалысымыз өте көңілді өтетін болды. Алақай, алақай! Айналайын. Ата, сізді жақсы көреміз.